Жастар арасында түнгі уақытта болатын қылмыстардың алдын алу және олардың қатысуымен болатын құқық бұзушылықтарды тоқтату мақсатында қалада кезекті түнгі рейд ұйымдастырылды. Халық білім беру бөлімі мұрындық болған шараға қаланың 55 мектебінің өкілдері мен белсенді ата-аналары қатысты. Рейд басталмас бұрын қатысушылар қалалық білім бөлімінің ғимаратының алдына жиналып, арнайы нұсқаулар алды. Содан кейін қаланың белгілі аудандарына бөлініп кетті. Ата-аналардың белсенді қатысуын атап өткен жөн, өйткені олар бұл маңызды шараға өз үлестерін қосу мүмкіндігін беру үшін мектеп мұғалімдеріне өздері хабарласқан. Қалалық білім бөлімінің бекітілген аймақтарында қала мектептері ата-аналармен қосылған мұғалімдер бірге рейдтік шаралар жүргізіліп тұрады. Мақсаты құқық бұзушылықты, топтық төбелесті, ұрлықты алдын алу. Бір жылдан асты білім саласында 20 жыл болды жұмыс істеп келе жатқанымызға. Жаз демейміз, қысқы каникул демейміз, күзгі каникул демейміз. Осындай каникулда арнайы мектеп басшысының тапсырмасымен осылай ерікті жас мұғалімдермен осылай рейдке шығып отырамыз. Магазин, ойын-сауықты аралап, кәмелетке толмаған жасөспірімдерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, мейрам уақытында қалада ойын-сауық, кафелерде, түнгі клубтарда аралап жүре береміз. Бекул кентінде күнделікті жүреміз. Рейд қала көшелерін, түнгі ойын-сауық орталықтарын, ойын автоматтарын және компьютерлік клубтарды қамтыды. Тексеру барысында ата-аналардың бақылауынсыз түнгі уақытта жүрген балалар табылды. Игі шараның мақсаты тек қауіпті жағдайда жүрген балаларды анықтау ғана емес, сонымен қатар олармен және олардың ата-аналарымен тәрбие жұмыстарын жүргізу. Жалпы бүгінгі күнде ақпараттар ағымының өте көп екендігі белгілі барлығымызға. Және де біздің балаларымыз еліктеушілік мінезі бар. Бізді оны үнемі бақылауда алып отыратындай ата-аналардың мұршасы келмейді. Кейбіреу жұмыста болып жатса, кейбіреулері оған материалдық және де моральдық тұрғысынан өзіне шектеу қойып отыратындықтан бізде кешкі уақытта еліктеушілікпен көшеге шығып кететіндер болады балалар. Солардың құқық бұзушылығын, жалпы бала өмірінің қауіпсіздігі үшін және лудоманияның алдын алу мақсаттарында біз кешкі рейдке өз еркімізбен шығамыз. Өздеріңіз білетіндеріңіздей Шанхай аймағында ерте Совет одағының өзінде түрлі жағдаяттар болып орын алған болатын. Солардың ұрпақтары бар біздің аймақтарда. Олармен жұмыс жасау бізге оңай тиіп отырған жоқ жалпы. Бірақ шүкір ата-аналардың қолдауымен, сынып жетекшілеріміздің түсіністікпен жұмыс жасау арқылы қылмыстың алдын алып отырмыз бүгінгі күнде. Жалпы енді біздің ата-аналарымыз бізге қосылып жүреді деп айтып жатырмын ғой рейдтерде. Соның ішінде бізде Мұрат деген кісі бар, өзінің көлігімен біздің мұғалімдермен бірге аралап рейдте жүреді. Ол өзіміздің аймақтағы балаларды жақсы таниды. Мопедпен қарсы жұмыс жасайтын кезде де ол кісінің көп көмегі тиді бізге. Бүгінгі күнде де мысалы Оразалиев Амангелді деген ата-анамыз келіп бізге қолдау білдіріп, бізбен бірге мынау аймағымызды аралап жүр. Осы кісілерге көп алғысымызды білдіреміз. Мен өзім Нағима Ахмадиева атындағы 112-ші мектептің ата-анасы боламын. Осы мектептің ұйымдастыруымен атқарылып отқан осы рейдтік іс-шараларға қатысып, осындай іс-шараларға белсене атсалысып отырамыз. Және де басқа ата-аналарды осындай іс-шараларға атсалысуына шақырамыз. Оқушы, ата-ана, мектеп болып жұмыс істеп, қыруар іс-шаралар атқарып жатыр. Сол іс-шараларға белсенді атсалысуға шақырамын ата-аналарды. Өзіміздің балаларымыздың қауіпсіздігі ең маңызды нәрсе. Сол қауіпсіздікке үйде де басқа жақта да көп көңіл бөлуге ата-аналарға осындай іс-шараларымыз жасалып тұрсын. Қалалық білім бөлімі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ата-аналардың, мұғалімдердің және құқық қорғау органдарының бірлескен күш-жігерінің маңыздылығын атап өтті. Келесі рейдтер жақын арада жоспарланып отыр. Бұл жастардың түнгі уақытта қауіпсіздік ережелерін сақтауын бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Ол жазды Нұрдәулет Шадамұрат, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.